Әр адамның өмірде бақытты және бақытсыз болуға, табысты және табыссыз болуы өз қолында. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамның өзі сені сатып кетуі әбден мүмкін. Өткен өмірдің берер сабағы, үлгі өнегесі көп ақ, бірақ оған қорытынды жасап ойланбаймыз. Нәпақа табамын деп өмір сүруді ұмытып кетпе. Адам кірпіш сияқты, күйген сайын қатая түседі. Өмірдің мәні не? Айналаңа қызмет етіп, көмек көрсету. Өлгеннен сұра дер едім, тірі жандарға өмір дегеннің не екенін. Өмір егер ащыны бермесе, тәттіні білер медік. Тәттіні бермесе, ащыны білер медік. Өмір деген осы. Бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетті екен деп өмір өзен ағысын өзгертпейді. Өмірді жақсы көру керек, ең ұсқынсыз формада болса да. Сен жаудан қашсаң, өмір сенен қашады. Мен бұл өмірде маңдайыма не жазғанын ешқашан білген емеспін. Бірақ бір ұлы іске жаратылғанымды әрқашан білдім. Өмір бойы сүйіп, махаббатыңды төккің келетін адамды таңдай біл. Сенің ең бақытсыз тұнушың, бұл сенің ең маңызды өмірдегі сынағың. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Өмір бір-ақ рет беріледі. Сондықтан неге оны пайдалы қылып өткізбеске? Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Әдемі сөйлеп, керісінше үйрену өнер, үндемеуді үйрену тіптен үлкен өнер. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып хақың бар жүгіруге. Егер өмірде әрдайым күлімдеп жүрсеңіз, өмір де сізге күліп қарайтын болады. Қатты уайымға салынба, бұйырғаннан қашпайсың. Жан аман болса, кез келген қиындықтан өтесің. Жақсылық бұл кереңнің ести алатын, соқырдың көре алатын дүниесі. Нағыз дос сен қателік жіберген кезде жаныңнан табылады. Ал сен дұрыс жүрсең, бәрі сенімен бірге. Үйіңді қонақ келердей, жүрегіңді өлім келердей таза ұстаңыз. Адамның жақсы болуы тегінде емес, тәрбиесінде, ақылында, өнер білімінде. Адамға үш алуан адамнан мінез жұғады. Ата-анадан, ұстазынан, құрбысынан. Әсіресе олардың қайсысын жақсы көреді, содан көп жұғады. Адамға сенген мұрттай ұшады, Аллаға сенген құстай ұшады. Барыңа шүкір ет, жоғыңа сабыр ет. Ешқашанда ешкімді жамандама. Ең жаман деген адамның да өз жақсылығы болады. Қолыңда барда адамсың, қолыңда жоқта жамансың. Қолыңнан келмей қалғанда шашылып қалған сабансың. Денсаулық болса амансың, бәріне бірдей жағарсың. Денсаулық сенен кеткенде ешкімсіз жалғыз қаларсың. Уақыттан асқан билік жоқ, уақыттан озған жүйрік жоқ. Адамға Алла бұйыртқан уақыттан қымбат сыйлық жоқ. Атағың аспандап айға жетіп тұрса да, қанша жерден бай, мықты, сұлу болсаң да, Алланың алдында дәрменсіз құл екеніңді ұмытпа. Құс қанша биікке ұшса да, табатын азығы жерде. Адам қанша тәкаппар болса да, баратын жері көрде. Адамның мінезінде үш алтын қасиет бар. Төзімділік, қанағатшылдық, үнсіздік сақтай алу. Өмірде кейде бұл қасиеттер ақылдылық, талант, сұлулыққа қарағанда көп көмектеседі. Қанша данагөйлердің сөздерін оқыдың, миыңа тоқыдың. Одан не пайда, егер оны іс жүзінде пайдаланбасаң? Қуаныш пен тыныштықты ұрлайтын үш тұзақ бар. Өткенге өкіну, болашақты уайымдау, және бүгінге шүкіршілік етпеу. Өмірде бақытты болуыңыз ойыңыздың сапасына байланысты. Адам бұл дүниедегі қонақ, оның өмірі өткінші. Сондықтан ол артына жақсы
ісі мен жақсы сөзін қалдыруы керек. Бақытты іздеп табамын деп байбалам салмай-ақ қойыңыз. Өйткені бақыт деген сіз тек оған жету үшін барлық қырыңызды танытуыңыз керек. Жүрген жеріңізде шама-шарқыңызша игі іс жасап жүріңіз. Себебі бұл істеріңіз жиналған кезде әлемді мейірімге бөлейді. Адам дүние есігін анадан туған кезде ғана бір-ақ рет ашпайды. Өмірді қайта-қайта жаңадан тууға мәжбүрлейді. Өмірден сыйлықтарды күткенше, өміріңізді өзіңіз жасайтын уақыт келді. Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасың, зымырап түсесің. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, соншалықты ол мұрнын аспанға шүйіреді. Қадіріңізді білмейтін адамдар үшін босқа арпалыспаңыз. Оларды лайық адамдарына қалдырыңыз және артыңызға қарамаңыз. Зымырап өтер бұл уақыт, таң атса лезде күн батып. Уақытпен бір ілесу, білсеңіз, ол да бір уақыт. 12 мүшең сау болса, Тәңірдің сыйы ол да бір. Шүкір деп өмір сүрейік, басқаның бәрі қолда тұр. Әдемі сөйлеген адамға сенбе, оның сөзінде әрқашан ойын бар. Үнсіз, әдемі істер жасайтын адамға сеніңіз. Ешкім басқа біреуге мін тағатындай мінсіз емес, бірақ кейбіреулері мұны өздеріне дұрыс санайтындай арсыз келеді. Күллі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші зұлымдық. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.